Көбірек просмотр жинау үшін мысыққа айналған қыз туралы кім естіді? Оның аты Макео еді. Бастапқыда ол ақ мысығымен түсірген сүйкімді видеоларды жариялайтын кішкентай ғана мысығы нағыз жылдызға айналды. Қаралымдар өсті. Әртүрлі рекламаларға түсті. Матео мысығының арқасында атақты адамға айналды. Бірақ бір күні оның мысығы қайтыс болады. Онымен бірге оның популярності да түсті. Подписчиктер жоғалды. Брендтер келісімдерді үзді. Аккаунты көз алдында құлдырай бастады. Үміт үзіліп, Матео әртүрлі қисынсыз видео түсіре бастады. Қарындашпен салынған мұрттар, үлкейтілген қарашықтар, әртүрлі фильтрлер еш қайсы көмектеспеді. Сонда ол не істерін білмей операция жасатты. Құлақ пішінін өзгертті, мұрынды түзетті, жақ сызығын қайта қалыптастырды. Керінің астына мысыққа ұқсау үшін арнайы имплант қойылды. Бұл суреттерді TikTokқа әйел мысық деп іздесеңіз таба аласыз. Операциядан кейінгі алғашқы ролик желіні жарып жіберді. 1 миллион қаралым. Бірақ коммент адамдар оны жамандай бастады. Барлығы отписка жасап блокқа тықты. Қазіргі кезде оның видеоларын ешкім қарамайды. Лайк жоқ, фанат жоқ. Кек өзі камера алдында мияулап, жалған құлақтарын қозғап, бұрынғы танымалдығын қайтарғысы келгеннен барлығын істеп жүр. Өкінішке орай ол ешкімге керек емес жанға айналды.